Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда сіздермен бірге кеспе көже дайындаймын. Ең алдымен қазанымызға суымызды құйып, етімізді, картопымызды салып қайнатамыз. Сорпамыз бір қайнағаннан кейін бетінің көбігін алып тастап, бір ожау сорпаға бір жұмыртқаның жартысын салып араластырып, ұнымыздың басын біріктіріп, 20 минутқа қамырымызды тындырып қоямыз. 20 минуттан кейін нанымызды алып, бетіне ұнды себелей отырып, жұп-жұқа қылып, шағын көлемдегі нанды жайып шығамыз. Жаймамызды да 20 минутқа кептіріп қойып, одан кейін өзіміздің қалауымызша ұзынша етіп турап, қайнап тұрған көкөністер қосылған сорпаға кеспемізді салып бір қайнатып аламыз. Осымен біздің көкөніс қосылған кеспе көжеміз дайын болды. Асымыз дәмді болсын.